айтыңыз. Әзірше біз әлі шешім қабылдаған жоқпыз. Мен Эйр Астананың несіндемін? Эйр Астана, иә. Бізде Флайерстан Эйр Астана деген ол бір компания. Мен қара тізімдемін. Сізге қара тізім. Айтып тұрыңыз. Сосын? Қазір күте тұрмыз бірінші. Біз шешім қабылдайық, бізге шешім. Бауырым, барлық қазақ халқының алдында біз жеңіп шықтық сендерді. Тізебік тұрдық. Компенсация төлеттік. Бұл не деген сұмдық? Кімнен рұқсат сұрайсыңдар? Сендер қазақша сөйлемеген үшін біз қазақ халқымен бірге сендерге тізебік түрдің. Қазір сен мені ұшаққа қабылдамайсыңдар ма? Қабылдаймыз. Қазір бірінші біз шешім қабылдау керекпіз. Біз жай ғана жұмыскеріміз. Жұмыскер ретінде сіздің атыңыз кім болады? Менің атым Сұңғат болады. Не деген сұмдық бұл? Қандай ұят? Біз бірінші қазір біз рұқсат сұрау керекпіз. Өйткені біз сол компанияның ережесімен жұмыс істейміз. Компания ережесі қазір бірінші рұқсат сұраймыз. Рұқсат сұрағаннан кейін сізді отырып жатырмыз. Әзірше біз шешім күтеміз. Енді ұшақ ұшайын деп жатыр. Мен кішкентай баламмен осы жерде тұрмын. Болыңдар, бұл қандай ұят? Хорошо. Енді бауырым, атың кім еді? Сұңғат. Сұңғат. Сендер сол Қазақстанның заңын бұзып, бәрібір масқара болдыңдар. Әлі сабақ шығармайсыңдар ма? Әлі сабақ шығармайсыңдар ма? Сіз біздің тізімімізде тұрсыз. Тізім бойынша біз енді сізге арнайы сұрақ қою керек. Заң аясында мен жазалай алмай, осындай бір әдепсіздікпен жазалайын деп жатсыңдар ма? Сіз жазалап жатқан жоқпыз, шешім қабылдап жатырмыз. Біз тек қана шешім қабылдаймыз. Сондықтан да кішкене күте тұрмыз. Барып келіңіз. Мен осыны барлық бүкіл елге жариялап біраздан кейін. Соның кейін нәтижесінде айтатын боламын оларға. Әзірше күте тұрмыз. Ұшақ ұшайын деп жатыр. Жүріңіз. Жақсы, үлгересіз. Әзірше күте тұрмыз. Басқа кісілер өте берсін, әзірше күте тұрмыз. Өте қызықтан, онда басына қара тізімдесін деп неге сат? Мен бердім ғой. Неге саттыңдар онда? Неге саттыңдар билетті? Мен білмеймін, ол жағын біз колл-центрде сұраймыз. Осылайша сендер мені шашататын шығарсыңдар деп ойлайсыңдар, е? Жоқ, ол бекер ойлайсыңдар, бауырым. Жақсы аға, қазір көреміз бірінші. Барып келді. Жас баладай кек алып отыр. Құрметті достар, мен қазір Эйр Астанадамын. Сол Флайерстан Арыстанда бұларға қарайды екен. Эйр Астана жас баладай қазір менен кек алып отыр. Мені ұшаққа мінгізбей, менен кек алып отыр сол Эйр Астана. Қараңыздар, қазақ халқы. Бұлар емес пе? Бұл қазақ халқының алдында тізе бүккен, заң алдында жеңіліп қалған осылар емес пе? Бізге төлемақы төлеген осылар емес пе? Қазір мен отбасыммен сол Шымкентке кетіп барайын деп билетті алғанмын. Кешіріңіздер, енді жөндеп те сөйлей алмай жатырмын. Міне Эйр Астана, Эйр Астананың компаниясы Fly Арыстан мені ұшаққа мінгізбей жатыр. Мен қара тізімде екенмін. Көріңіздер, қазақ халқы, осыларды көріңіздер. Біз бұларды заң алдында тізе бүктірдік емес пе? Мына жігіттерге де мен айтып тұрмын. Мен Американың, Финляндияның заңымен емес, Қазақстанның заңымен бұларды жеңіп шықтық емес пе? Бұлар мені ұшаққа мінгізбей жатыр. Эйр Астана мені ұшаққа мінгізбей жатыр, достар. Мұны таратыңыздар. Кімге шағым жасау керек болса, соны жасайық. Бұл не деген сұмдық? Кішкентай балам мен осы жерде мен неге күтіп тұруым керек екен? Кешіріңіздер, сол ашуланып, енді жөндеп те сөйлей алмай жатырмын. Біз Шымкентке барайық деп, неше күн бұрын билет алып, Астанадағы, Нұр-Сұлтандағы аэропортқа келіп, олар менің паспортымды тексергенде, сіз Эйр Астананың қара тізімінде екенсіз. Сізді ұшаққа мінгізе алмаймыз деп жатыр. Қараңыздар. Осы Эйр Астананы біз заң алдында тізе бүктірдік. Біз заңсыз еш нәрсе жасаған жоқпыз. Бұл немене, бұл жас баладай жеңілгеннен кейін кек алған нес? Ұятсыздар. Бастықтарын да шақырыңдаршы, бастықтарды. Кім жауап береді? Мен неге күтіп тұруым керек? Кімнен жауап күтіп тұрсыңдар?
Біреу маған жауап берсінші, ұшақ ұшайын деп жатыр. Қайдағы 5 минут неге күту керек? Мен қылмыскер емеспін. Сендер қылмыскерсіңдер. Сендер қылмыскерсіңдер. Сендер Қазақстан Республиканың заңын бұзып жүрген, арам ақша табып жүрген компаниясыңдар. Сендер жасанды қазақша билет деген жасанды құжат жасап, қызметкерлерді қабылдап жатқан қылмыскер компания сендерсіңдер. Ұшасыз ба? Қалай ұшасың? Біз біргеміз ғой. Қалай ұшпаймын мен? Қалай ұшпаймын? Неге ұшпайды? Қалай ұшпаймын? Ол бірінші. Осына жауап келді ме? Ол бірінші сұр тізімде. Екінші. Қазақ халқы көріңіздер. Заңгерлер, мемлекеттік қызметкерлер, көріңіздер мынаны. Көріңіздер. Сендердің не, қош келдіңіз. Мен бұларға менің шағымым бар, бауырым. Сізде сұрайын. Бұлар менің заңды құқым, мен билетімді алдым. Шымкентке ұшайын деп жатырмын. Бұлар мені ұшқызбай жатыр. Билетті қашан алдық? Неге звондаған жоқ? Кісінің мейлі бар, бәрі бар. Алдымен мен аты жөнім Совет Сымбат Абылайұлы. Мен осы Флайарстан әуе компаниясының өкілімін. Флайарстан әуе компаниясының өкілі бола тұрып, біз Эйр Астана әуе компаниясының бірге жұмыс істейміз. Бізде тізім... Енді сендерді мен Эйр Астана деп көріп тұрмын қазір. Жарайды. Сендердің мені ұшқызбауға, ұшаққа қабылдамауға хақыларың жоқ. Сіз ол жағын... Қалай ол жағын? Мен ұшуым керек бүгін. Барлық жоспарым соны жасадым. Алдымен мен өзім ойымды жалғастырып алайын сізге. Енді сен соттың алдында жауап бересің сен. Енді жоқ, бауырым. Сіз полиция қызметкерісіз ба? Сіз қазір осы жерде Қазақстан мемлекетінің атынан болып тұрсыз. Сіз дәл қазір бұл кісілерге айтыңыз. Мен ақырын сөйлей алмаймын. Дәл қазір бұл кісілерге айтыңыз. Бұлардың мені ұшаққа мінгізбеуге хақылары жоқ. Жоқ, бауырым, мен саған айтайын ба? Мен сізге қандай проблема неде? Бұл кісі Эйр Астана әуе компаниясының қара тізімінде. Эйр Астана Флайарстан өйткені біздің сот болды. Жеңілдіңдер. Немене, сен кімсіңдер сендер мені қара тізімге қоятын? Ұшаққа мінгізбейтін кімсіңдер сендер? Біз әуе компанияның өкіліміз. Жоқ, билеттерді неге саттыңдар онда? Неге билетті саттыңдар? Оны сатқан адамдар ол бізге... Жоқ, қалай сендерге қатысы жоқ? Мен паспортымды беріп сатып алдым ғой. Мен о жерде барлық ақпараттарымды көріп, менің ақшамды алып, маған саттыңдар. Мен сізге жауап беріп алайын, жақсы ма? Мен сізге жауап берейін. Жоқ, сендер мені мінгізесіңдер. Сол үшін мінгізесің. Сіз қазір жауап бересің, бауырым. Сен мысалы мен ешқандай жауапкершілігім жоқ деп құтыла алмайсың. Сен өзің жауап бересің. Сіз біздің әуе компанияның мысалға колл-центрына немесе жаңағы сайтына жаңағы өзіңіздің өтінішіңіз Қайдағы колл-центр, қайдағы өтініш? Сендер тағы да сотта тізе бүгесіңдер тағы да сендер. Қайдағы колл-центр? 1,5 ай бұрын алдық қой. Біз 1,5 ай бұрын алдық. Енді сен полиция болсаң, сен күшін жетмесе, енді бастықтарын шағар, ұшайын деп жатыр. Ұшуымыз керек біздің. Нақты айтып отыр, өткізбейміз, черный списоктесіз. Жоқ, қандай заң бойынша? Сен айтшы маған, сен заңгерсің ба? Мыналардың өздері... Сіз біздің заңгерлерге қалып... Жоқ, қай заң бойынша мені өткізбей жатсыңдар? Авиакомпанияның ішкі заңы бойынша. Ондай, мысалы үшін, ішкі заңы бойынша сендер маған билет сатпасаңдар, ол болушы еді. Мен оны біліп, келмеуші едім, басқа компаниядан алатын едім, дұрыс па? Там написал. Я сейчас начекаю. Құрметті қазақ халқы, Эйр Астана мені 1,5 ай бұрын сатып алған билетіме қарамастан, барлық ақпараттарымды біліп тұрып, менің ақшамды алып маған сатқан билетке қарамастан, қазір ұшаққа мінгізбей жатыр. Қазақ халқы, көріңіздер. Мен осы жерде отбасыммен, осы жас баламмен қалып қалдым. Міне полиция қызметкеріне айтсам, ештеңе істей алмаймын дейді. Мына жігіт, істе онда, қазір істе, дәл қазір істе. Списоктасыз, аға. Авиакомпанияның черный списогындасыз. Айналайын, ондай болғанда... Енді авиакомпанияның ішкі заңы. Бұл заңмен қорғалады оның бәрі. Біз заңсыз араласа алмаймыз оған. Түсінесіз ба? Кісінің мейлінде жаздым. Түсінесіз ба? Түсінбеймін, жоқ, түсінбеймін. Бұл жер емес, бұл Африканың ауылы емес, бұл жер Қазақстан Республикасы. Ауыл емес бұл. Жоқ. Представитель тұр авиакомпанияның. Біздің компанияның Сізге толықтай түсіндіріп тұр. Неліктен екенін.
Biz bugün uçuşumuz gerek aynalayın. Biz kişkenтай bala stüdent emesiz. Biz uçuşumuz gerek. Siz zаңды түрде бізге шағым жасай аласыз. Sizlerge şagım jasamayım. Шағым жасау Жоқ, керек. сендер мені егер ұшқызбасаңдар, мен сендерге шағым жасамаймын. Қабылдай алмаймыз, өкінішке орай. Сендер Біз қарапайым жұмыскерміз, біз звондадық, Кім сұрадық. кім айтты, кім сізге? Біздің басқарымыз күні Алматыда неде. Алматыдан жауап. Мұнда тек қана біз ғана бар. Супермаркетте ғана бармыз. Алматыдан сондай сізге бұйрық берді. жоқ, мен білетін не болады? Соны айтшы маған. Не болады мен білетін? Біздің заңгерлерге шағым жасай жоқ, аласыз. ақшам не болады? Біздің ақшамыз не болады? Қайдағы заңгер? Заңгерлерден сіз қайтарым жасайсыз, не тарифіңіз бойынша қайтарым жасай аласыз. Қанша уақытта ол қайтарым келеді? Біз ұшуымыз керек. Бүгін біздің ұшуымыз керек. Айналайын. Біздің колл-центрге звондайсыз, біздің колл-центр сізге ол жаңа ақпарат береді. Жоқ, мысалы үшін мына кішкентай балам мен отбасым ше, олар ше. Ол кісілер қазір ұшып кете алады. Неге ұшып кетеді? Қалай ұшып кете алады менсіз? Менсіз қалай ұшып кете алады? Енді сіз қара тізімдесіз, біз қарапайым жұмыскер, бізге осындай ақпарат берілді. Сіз қара тізімде болғандықтан кейін Құрметті қазақ халқы, істеу керекпіз. эфирге жаңадан қосылғандарға айтайын, теліп кеттім. Осы Air Astana компаниясы мені ұшаққа мінгізбей жатыр. Бұлар 2 жыл бұрын қазақ заңдарының алдында тізе бүкіп бізге жеңілген үшін қазір бұлар мені ұшаққа мінгізбей жатыр. Жас баладай менен кек алып жатыр. Мен кішкентай баламмен, отбасыммен мен осы жерде қалып қалдым Астана аэропортында. Заңгерлерге айтамын. Мемлекеттік қызметкерлерге, лауазымды тұлғаларға айтамын. Бұл не деген сұмдық? Мен бүгін міндетті түрде Шымкентке ұшуым керек. Біз отбасымызбен Шымкентке ұшуымыз керек біздің бүгін. Не ақшамызды қайтармайды, не ұшаққа мінгізбейді. Бізге берді. Қара. Біз екеумізге ғана берді. Бірлікпен. Міне қараңыздар. Берді ғой мынаны. Отбасымның несін беріп, Не? Бердіңдер ма? Ақыры. Не бұл? Кім? Сұңғат. Сұңғат қайдасың? мына қыздан сұрашы. Құрметті қазақ халқы, Air Astana авиакомпаниясы мені ұшаққа мінгізбей жатыр. Сіз рейсте жоқсыз деп. Не болады қазір? Жоқ, біз сізді қабылдай алмаймыз. Билеттерді сатпау керек. Неге сатасыңдар? Билетті неге сатасың? Қандас, маған айтшы, маған. Аға, сіз түсіре алмайсыз? Түсіре алам. 100% түсіре алам. Біздің Сіздің атыңыз, жөніңіз бәрін түсіре алам. Өйткені қазір клиенттік құқықтарымды, тұтынушылардың құқықтары туралы заңның тиісті баптарын бұзып жатсыздар. Дәл қазір. Қалай түсіре алмаймын? Сізде сұрақтарыңыз болса, Қандай Африканың ауылында өмір сүріп жатырмыз деп ойлайсыздар ма? Олар сізге официальный письмо береді. Енді біздің жоспарымыз бар ғой. Біз 1,5 ай бұрын алдық. Қалай ол? Біз қазір оны күтеміз ба? 5 күн күтеміз ба? 6 күн күтеміз ба? Олай істей ала ма? Қабылдай алмаймыз, кешіріңіз. Біз сізді қабылдай алмаймыз. Кішкентай бала. Не істейін, маған айтыңыздаршы. Мен сіздердің қазір пікірлеріңізді оқи алмай жатырмын. Не істейін, достар, айтыңыздаршы. Мен не істейін? Мен сабырлық сақтағым келеді, бірақ енді көріп тұрсыздар ғой. Мен осы отбасыммен сол Шымкентке ұшайын деп жатқанда 1,5 ай бұрын сатып алған билетім болуына қарамастан Air Astana мені ұшаққа мінгізбей жатыр. Өйткені мен қара тізімде екенмін. Мен ол туралы да еш нәрсе білмеймін. Енді бұл қандай бұл заң бұзушылық? Сондай бір сұмдық шешім қабылдаса да, оны маған міндетті түрде хабарлау керек қой. Мен қайдан білейін? Немесе бетті сатпау керек қой. Енді көңіл күйім қатты түсіп тұр. Егер заңгер мырзалар, қарындастар болатын болса, маған ақыл кеңес беріңіздерші. Не істеу керекпін? Дәл қазір мен ұшуым керек Астанаға, Шымкентке. Не істеуім керек? Сұмдық, ұятсыздар. Заң бұзушылар. Ұятсыздар.
Қазір мен тікелей эфирде бітіремін. Өтініш сіздерге, маған ақыл кеңес беріңіздер. Тек қана Эйр Астананы жамандамай, не істеу керек бұндайда? Біз бұл Эйр Астананы қазақ тілінде қызмет көрсетпеген үшін 2 жыл бұрын сотқа беріп, барлық қазақ халқының қолдауымен сот тізе бүктіріп, өзіміз миллион теңгеде сұрауға болар еді, 1 теңге өтемақы сұрап, соны өндіріп алып алдық емес па? Бұларды біз жеңіп шықтық емес па? Бұлар жас баладай менен 2 жылдан кейін осылай кек алып жатыр. 1,5 ай бұрын мен өз паспорт ақпараттарыммен сатып алған билетім болуына қарамастан, бұлар мені ұшаққа мінгізбей жатыр. Сен билет қайтара алмайсың. Еш нәрсеге жауап бере алмайсың. Дұрыс па? Бірақ мен ұшаққа мінгізбеуге хақым бар, бірақ еш нәрсеге басқа жауап беруге хақым жоқ. Қайда бұл құжат бар ма? Қара тізімде деген құжатты көрсетіңіз. Сұр тізім деген не нәрсе? Қара тізім деген не нәрсе? Көрсетке. Ой, терлеп, ашуланып кеттім. Құрметті ағайын, егер дауысымды көтеріп, айқайлап сөйлеген болсам, баршаңыздан кешірім сұраймын. Осындайды мен шынымен де күтпеп едім. Шынымен де мен осындайды күтпеген едім. Бұлар қазақ тілін қорлап, заңсыз қазақша білмейтін қызметкерлерді қабылдап, клиентке мемлекеттік тілде қызмет көрсетпей, біз бұларды сотқа беріп, соттың алдында 6 сот отырысы болып, тізе бүктіріп, еркін Қазақстан заңнамасының алдында бұларды жеңіп шыққанымыз үшін, бұлар жас баладай менен кек алып, мені ұшаққа мінгізбей жатыр. Өткені мен қара тізімде екенмін. Бірақ өте қызығы 1,5 ай бұрын маған билетті сатты. О кезде де мен ақпараттың бәрін көріп, сатпауға болар еді. Бұлар әдей жасап отыр ғой. Әдей жасап отыр. Осындай аэропортқа келіп, заттарын жинап, аэропортқа келіп, қор болсын деп. Әдей жасап отыр. Міне құрметті ағайын, көріңіздер. Көріңіздер осындайды. Көріңіздер. Маған менің қара тізімде екенімді көрсететін 1-2 минуттың ішінде әкеп берші. Мен бүгін жылжуым керек. Сен ананы қарашы, басқа авиакомпанияны қарашы, мен бәрібір шығуым керек қой. Енді бұлар өте қызық. Мені басқа рейске де отырғызбайды. Менің ақшамды да қайтармайды. Мен басқа авиакомпаниядан билет алуым үшін еш нәрсе істемейді да. Мен қара тізімде екенмін. Сол үшін мені билет ұшаққа отырғыза алмайды екен. Қазір сол мен осы команданың бастығымын дейтін Сұңғат деген жігіт менің қара тізімде екенімді дәлелдейтін құжатты алуға кетті. Мен неге білмеймін? Неге білмеймін мен? Қара тізімде болсам неге білмеймін? Естеріңізде болса, сот процесі кезінде олар мені сұр тізімге енгізгені туралы хабарлама жасаған. Сұр тізім ұшақта қабылдау, бірақ қабылдағаннан кейін сусын, азық өнімдері дегендерді бермеу мәселесін қамтитын еді. Біз сол сұр тізім деген шешімге күліп едік. Естеріңізде болса, баршамыз сол туралы пост жазып күліп едік. Ай, достар, мен не істерімді білмей жатырмын. Қазір ешкім менде хабарласа алмай жатырмын.
егер сіздердің қолдарыңыздан келсе, осы жағдайды телеарналарға, заңгерлерге хабарлап беріңіздерші. Мен өткені осы жерде не болып жатқанын мен сіздерге жеткізгім келіп отыр. Ай Алла, терлеп, не істерімді білмей қалдым, достар. Не істерімді білмей қалдым. Бұл не деген бұл? Бұл енді коммерциялық компания ғой бұл. Коммерциялық компания осындай жас баладай жұмыс жасай ма? Қандай түсініксіз? Енді біз оларды ұрып соққан жоқпыз, оларды боқтаған жоқпыз. Олар мемлекеттік тілде қызмет көрсетпеген үшін біз заң аясында оларды сотқа беріп, заң аясында біз оларды жеңіп шықтық емес пе? Бұл немене бұл сұмдық? Немене бұл жас балада кек алу? Әкелдің ба? Біз ол документ, біздің ішкі документ. Сондықтан біз оны сізге көрсете алмаймыз. Қалай, мен қайдан білейін? Және біз оны жарияла алмаймыз. Бүкіл шағымдарыңызды, міне, мына мен саған айтайын, бірінші айтайын ба? Сен қандай білімің бар білмеймін, бірақ мен жоғары білімім бар. Мен де жоғарғы білімім бар. Мен магистратурада да оқыдым, докторантурада да оқыдым, иә? Мен сол үшін топас болмағандықтан сен қазір қуып тұрғанды түсініп отырмын. Жақсы. Сендер мені қара сұр тізімге кіргіздіңдер ме? Оны міндетті түрде маған хабарлауға тиістісіңдер. Сендер патша емессіңдер. Сендер қазы маған хабарлама келген жоқ. Осыдан 2 жыл бұрын сендер сұр тізімге кіргізгендерін туралы маған электронды пошта арқылы хабарластыңдар. О сұр тізім нені қамтиды? Ұшақта ішімдік, жейтін бір нәрсе бермеу дегенді қамтиды. Сол қара тізімге енгіздіңдер ме? Міндетті түрде маған хабарлауға тиіссіңдер. Қалай көрсете алмайсың? Жаңа сен барған жоқсың ба сол құжатты алып келем деп? Көрдіңіздер ме ағайын? Мені қара тізімге енгізіпті. Бірақ оны маған көрсете алмайды екен. Контактілерге хабарласасыз. Ай, қош. Енді прокурордың өзі хабарласады сендерге. Сен де жауапқа тартыласың. Мен жеке сенің үстіңнен де шағым түсірем. Айналайын, Сұңғат, сендер коммерциялық компаниясыңдар. Бұл жерде сендер ақша үшін жұмыс істейсіңдер, е? Адал, заңға бағынып жұмыс істеуге тиістісіңдер. Керісінше барлық клиенттерге күлімсіреп, жақсы мәміле қылып, оның бір проблемасы болса, соны шешіп беруге тиістісіңдер. Сендер немене менің жас баладай кек алғандай істеп осыңдар. Егер де осы менің парашама кіріп көріңіз. Барлық қазақ халық қазір сендерді көріп отыр. Не істеп жатқанында жас баланың өзі түсініп тұр қазір. Егер де қателік біздің жақтан болса, егер де сіздің шағымыңыз бойынша біздің өкілетті жоқ, мысалы айналайын, мен білемін, Қазақстан заңнамаға сүйенген мемлекет болғаннан кейін мен сендерді сотқа берем, тағы да 100% жеңіп шыққам, 100%. Жоқ, мысалы үшін, екінші рет жеңілесіңдер, үшінші рет жеңілесіңдер, қашан ақыл кіреді сендерге? Қашан сабақ аласыңдар? Не істеу керек? Қазір біз сізге жауап бере алмаймыз. Мына жерге жазыңыз, олар сізге официальный... Қалай жауап бере алмайсың, қарындас? Сен мысалы үшін, мен ұшаққа мінгізбеуге сен құқың бар, бірақ жауап беруге құқың жоқ, иә? Солай ма? Жоқ, біз камераға ешқандай жауап қайтара алмаймыз. Сіз айтыңыз, былай біз камераға ешқандай жауап қайтара алмаймыз. звондаған кезде дәл сол минутта ғана сізге осыны отырғызбаңыз деген жауап болды ғой. Дәл сол минутта. Егер де оның алдында болса, алдын ала бізге хабар беріп, бізге тапсырышы еді. Біз регистрация сайтының жұмыскеріміз. Біз мұндай сұрақтарға жауап бере алмаймыз. Осы команданың бастығымын дедің ғой жаңа. Команда бастығымыз. Осы жерге звондаңыз. Осы кісілер сізге сіз кімге звондап білдіңіз? Кімге звондап сұрадыңыз? Отырғызуға бола ма, болмай ма? Демек, осындай тізім деген жоқ. Егер де сізде тізім деген болса, сразу мынандай болса, отырғызуға болады. Құрметті ағайын, осы Air Астана компаниясы менен кек алып отыр. Мен 1,5 ай бұрын сатып алған Шымкентке ұшатын билетім болуына қарамастан, бүгін мені ұшаққа отырғызбай, осы жас баламмен, сол отбасыммен осы жерде мені қиын жағдайға түсіріп отыр. Өте қиын жағдайға түсіріп отыр. Әрі ақшамды қайтармай жатыр. Енді үшеуміздің ақшамызды қайтармай жатыр.
енді не деп айтарымды білмей жатырмын, достар. Менен не істеу керек? Құдай үшін айтыңыздаршы. Құдай үшін не істеу керек? Айтыңыздаршы. Бұл не деген сұмдық, бұл не деген сұмдық? Не деген сұмдық бұл? Бұл не деген қастандық? Бұл Қазақстан заңнамалар бар, тәуелсіз мемлекет емес пе? Бұлар не деп ойлайды? Мына жер бір корольдік деп ойлай ма? Осы мемлекет бір монархия деп ойлай ма? Мына жер бір Африкадағы бір ауыл деп ойлай ма? Мен түсіне алмай жатырмын. Көрдіңіздер ғой маған қандай жауап бергенін. Визиткалары да міне ағылшынша, сосын орысша ғана. Міне визиткалардың өзі ағылшынша мен орысша жазылған екен. Осы жерге шағым түсіре аласыз деп маған қолыма ұстатқызған. Визиткалардың өзінде қазақ тілінің мәртебесі тапталып жатыр. Достар, мен не істерімді білмей жатырмын. Мен өзімді өте жаман сезініп тұрмын. Сол үшін де менің телефонымды білетіндер болса, мен қазір эфирді тоқтатқаннан кейін бір заңгерлер, мен көріп тұрған бір мемлекеттік лауазымды тұлғалар, қызметкерлер болатын болса, маған хабарлассыншы. Өтініш, мен өзімді өте жаман сезініп тұрмын. Не істерімді білмеймін. Біз міндетті түрде бүгін ұшуымыз керек. Біздің жоспарымыз бар. Сіздерге жариялаған шығармын. Біздің бір сапарға шығайық, бір елді көрейік деген бір ойымыз бар еді. Сол кішкентай баламызбен осы жерде қор болдық, ағайын. Осы жерде қор болдық. Air Astana міне, Air Astana авиакомпаниясы, достар, 2 жылдан кейін жеңілгендерінің кегін алып отыр. Мен не істерімді білмеймін. Өте жаман сезініп тұрмын өзімді. Өте жаман сезініп тұрмын. Тек қана ұша алмау үшін емес бұл. Енді адам кейде ұшақтан, пойыздан да қалып қалады ғой, онда жағдай болады. Бұл ол үшін емес бұл. Ол үшін емес бұл. Енді бұл жерде менің намысым тапталып жатыр. Негізі білесіздер ғой, барлық қазақ халқы менің сол Air Astana'ның заңсыздығын сотқа беруімді қолдаған еді. Ол мені қолдаған сол таза жүректі, таза қанды, таза тілді қазақ халқын бұлар қорлап жатыр қазір. Мен арқылы. Осындай өте жаман сезініп тұрмын, бауырлар, қарындастар, апалар, ағалар. Жақсы, не істейін, енді не істерімді білмей жатырмын. Заңгерлер, мемлекеттік қызметкерлер болса, менің эфирімді көрген, маған хабарлассыншы. Менің нөмірім қанша? 776. Менің телефон нөмірім 776 052 0656. 776 052 0656. Енді дұғада болыңыздар. Мен өзімді өте жаман сезініп тұрмын. Не істерімді білмеймін, мені көрейін қазір.